ана печенье тәтісін Айгерім, сен сияқты тәтті ғой бұл Айгерім. Айгерім бар ғой, мен сен бірінші рет көргеніңізде бар ғашық болдым конкретно саған бар ғой. Басым айналып кетті ғой, жүрегім одан сайын дүрс-дүрсілдетті ғой. Бұл любовь с первого взгляда ғой Айгерім. Жаным бар ғой, печенье жейсің ба Айгерім? Жейші? Я жаным деймін ғой. Жаным мен аса мөлдірген көздерің бар ғой, вообще түнімен күнімен ойлаймын ғой, ана көздерің бар ғой. Жаным мен кеш бір иіскеп алайын сені, жаным құшақтап, жаным мен. Айгерім, мен саған ешқашан изменять етпеймін бар ғой. Точно айтасың ба? Точно айтасың ба жаным? Еркекше айтамын мен, конкретно өз сөзімде отырамын Айгерім, мен ешқашан изменять етпеймін саған, түсіндің ба? Ешкім керек емес маған, тек қана сен керексің Айгерім. Жаным мен, конечно. Мен онда еркекше айтамын ғой. Ешкім керек емес маған, конкретно бар ғой. Тек қана сен керексің. I love you ғой сен Айгерім, конкретно. Біреу тоқтатып отыр ғой деймін. Еп, твой бос! Неменеге есік ашпайсың, аш есікті! Ой, еп, тігідік, әкем ғой. Тығылдық. Папау, үйге келін алып келін деп жатырмын. Не дедің бағым? Қайталап айт, есімай қалдым. Пап, үйге келін алып келін деп жатырмын деймін. Үйге келін алып келе жатырмын дейсің ба? Қандай келініз? Қандай келін болғанда аты Аида, менен 1-2 жасқа үлкен. Дұрыс, алып кел, таныстыр, көрейік. Папа, алдындағы айтқан қыз ғой аты Аида. Аида, мынау менің папам, таныс қой. Кім дедің? Қандай қыз дедің? Пап, алдындағы Аида дедім ғой. Біз бір-бірімізді өте қатты жақсы көреміз, папа. Дұрыс. Махаббат жасқа қарамайды дейді ғой негізі, мен қазірге барып келем ғой. Папа, прикольчиксіз ғой. Иә. Қазір келем, тұра беріңіздер, Бергеш Аида жан. Твою мать, мас, бер! Кімді алып келгенсің үйге? Құры бар енді, келме бұл жаққа үйге. Бек Такеш, жаным қарлағаш, сағым қалдым ғой, сен кел бір стаканнан конкретно ұрып алайықшы, я. Үйдегілер келді ғой деймін. Талғат, пожалуйста, тығыла тұршы, хорошо? Осы жерде отыра тұршы, пожалуйста, ренжіме, сен жарайма. Қазір келем. Кім ол? Ой, сәлем, Джонни, қалайсың? Кір, Джонни. Ой, жаным, кір ағы үй алма, отыр. Ой, жаным мен. Кім ол екен, қазір көрейінші, пожалуйста, отыра тұршы, Джонни, жарайма? Ё-моё, көршілер ғой, Джонни, пожалуйста, тығыла тұршы бір жерге. Қайқа тығылам, қайқа. Қазір мен көрсетем, осы жер, типа, осыны ұстап шығып кетесің, жарайма? Сәлематсыз ба? Көрші не болды, есік аша алмайсың, үйдің тіршіліктері ары бер деген сияқты. Ой, ё-моё, неменен ауыр что-то, не то мынан кетіп түсірейінші. Опа. Епте алмай, Талғат сен ба не? Сенде Қарлығашқа барып жүрсің ба не? Шак, мына саған онда, мазгана, не барасың мен қызыма, шак басына. Меруерт, қызықсың сен, өзіңе вообще көңіл бөлмейсің ғой. Осы мен ойламасам, сені бар ғой, шыны керек, ешкім ойламайды ғой сені. Джонни, құлағыма лапша әлі бермей, болайт, не үшін гостиницаны жалдады, не үшін гостиницаға алып келдің, болайт деме. Жаным, Меруерт, қалай түсінбейсің сен? Ойлайым ғой, сен вообще демалып жүрген жоқсың. 24 суткасына жұмыссыз қаршы көзің кіртейіп кеткен ғой, вообще ұйықтамағансың ғой. Өтірік соқпа бол, не үшін алып келдің мына жаққа? Үй жоқ, бишара деп алып келгенсің ба мен? Жоқ, жаным, Меруерт, қалай түсіндірсем болады саған. Мен ондай емес, мен сен ойлайым ғой, сен вообще ұйықтамайсың, демалмайсың бар ғой, суббота, воскресенье жұмыс істейсің, сол үшін гостиницаны жалдадың ғой, сен демалсын деп ұйықтап алсын, тынығып алсын. Қойшын ба? Жаным, мен сен жақсы көрем ғой, сол сен ойлағаның үшін бәрін істеймін ғой, ешкімді ойламаймын ғой, сенен басқа. Жаным, Меруерт, ұйықтап алшы. Шыны керек, демалшы, ұйықташы конкретно бар, бәрі сен үшін ғой, ұйықтап алсашы. Балам, газы күрішті алып келесінші? Мәңіз алыңыз, папа. Алып кел, балам. Мына әйел кісіге көмектесек, жолдағы алып кетті ғой. Так. Мына жерін бұрап жесек, болды. Бітеді. Хоп, бітті, болды. Машинаңызды оталдыра берсеңіз болады. Мына әкең аузыген баласы өлдің бе? Неге ұрасыз балаңыз? Кішкентай ғой әлі. Бірақ түрі Нұржан Керменбаевтан аумайды екен. Прям точно айтыңыз ғой, аумай қалды ғой. Көрдіңіз ба, не істеп тұрған бұның? Ештеңе етпейді бұлар әлі. Кішкентай бала ғой, тым түсінбейді ғой, бала болған сонда ғой. Азған, бәрін білет бұлар, кішкентай болып алып. Құр бар иттің баласы. Базар жоқ, сіз онда конкретно ақша табады екенсің, машина деген көп кішкенен бәрін ауыстырып тастады қой, айтпа. Так, мынау саған ста. Так, мына жақта кішкене өзіме алып қалайын салып.
тез ақшаны бөлісіп алмасақ қатындарымыз келеді да алып алады. Иә, мә, ста. Давай, мына жақтан кішкене кайфушаға қалдырып қойып, өзімізге демалып конкретно. Так, осымы чисто кайфушаға. Блин, что-то біреу келе жатқан сияқты. Көтім сезіп тұр бар ғой, а? Уайымдамашы, ешкім келмейді. Қорықпашы, мақым. Мыналарды қара. Тік айттым ғой келе жатыр деп. Байсыңдар ғой? Бай болғанда не ғой? Сол бастықтың ақшасы ғой. Бізге қалдырып кеткен. Ақшаны санап не істеп қойындар деп ше. Атак біз процентін ғана аламыз ғой, өтірік соқпа маған. Жаным, өтірік соқпаймыз ғой, біз деген алдамайым ғой, мен жаным, сен білесің ғой, біз тек процентін ғана аламыз, бір 10-15 ақпа процент аламыз, қазір алғаннан кейін береміз ғой, жаным, сол уайымдамашы, сразу ғой. Сәлем бердік, папа, не істеп жүрсің? Сәлем қызым, жұмыстармен жүргем. Сен не істеп жүрсің? Мынау кім тақ? Үстіне мінілған. Мынау кім деймін? Мен қызым үстіне мініліп тұр шатыр. Мен Айнұрдың жігітім ғой. Жігіті? Мынау ма? Мынау кім тақ? Папа, бұл Ерлан ғой, біз бір-біріміз қатты жақсы көреміз. Жақсы көреміз? Не дейді мынау тақ? Ерлан мен үйіне апаратқан ғой, кешесімен таныстырам деп еді. Сол қазір келем, папа. Тоқта, Айнұр, асықпа, тоқта. Папа, қазір келем, танысып келеші кешесімен. Түсірімнан. Мына қортық түсіріп. Біз Айнұр екеуміз бір-біріміз жақсы көреміз. Сошы мен үйдегілермен таныстырайын дегем ғой. Не дейді? Таныстырам дейді. Сен мен рұқсатымсыз қызымды алайын деп бедің, бергелі беріп, кішкентай болып бәлесіне. Бергелі. Қазір тура көрсетем саған, мынаны қара. Әкең қашып жүр ғой, мен қазір табасам тура өлтірем, Бергелі. Көрсетем мен саған қызымды алып баратқанын қарасам, мынаны, әкең. Блин, ручкамды таппай жатыр, мына жақта жатқан еді, жаңа, может, диван астында шығар. Джонни. Ау. Джонни, пожалуйста, жыныма тимеш, құрып кетші мына жақтан. Диван астында жоқ, может, диван артында шығар, мына жақта жату керек, точно мен білемін. Братишка, тоқташ, қанша конкретно? 10-ка ғой. 10-ка ма? На, ал да, құрып кет, хорошо? Мынау. Что-то 10-ка ұқсамайды ғой, мынау. Фальшивка сияқты мынау. Точно ма? Фальшивка емес деймін. Жарайды. Болады. В общем, приятного вечера. Кешір шан. Кеш бір бетінен сүйіп алайыншы. Вот, есіме түсті ана жақта жатқан негізінде. Джонни, алатынды алдың ғой, кетші енді. Енді сен кезегің келді ғой жабуға. Жап шаузын. Сол пейіп тұрсам көшеде, ойыма келеді бірдеңе, екінші тек жасам ше. Базар жақ. Айпа, шығарған трегім лайк па, аяма сенде лайк па. Индустрия наш, кете алмай, твой лайк туралы. Нацелять не было время, опять домать не буду. Жүректі келтір темпа, бұл жерде керек лимфа. Өтір сөздерді тыңда, фокуноя. Шақ қолын жумаған несін, яқтың бәрін дезинфекция жасау керек, бар ғой сен. Жүрмейтін жерің жоқ қолдар қаңғырасына жүресің, бір жерін қысып үйде отсаң болады ғой, енді үстіңе де шашу керек, дезинфекция жасап. Брат, тормозить етпей барса сымды ғана саған қыз. Қойшыне. Болды ғой, кеттім ғой мен. Норик, тоқта, атып өлтірем. Сатқын десейсің, мен сен шынайы дос деп жүрсем, сен мен жақсы көретін қызын тартып алдым. Енді сол екеулерін менен қашып құтылайын дедіңдер ғой, құтыламайсыңдар. Джонни, мен Норикті жақсы көрем. Джонни, есің жи. Не істеп тұрсың? Біз Айсұлу екеуміз бір-бірін жақсы көреміз. Немене Айсұлу жабысқан? Сен қыздарың көп емес пе? Осы Айсұлуды берсең болады ғой. Не болды соншама саған? Біз әлде доспыз. Дос дейсің ба? Дос емеспіз. Екеуді атып өлтірем қазір. Джонни, артыңа қара. Ойбай, немене Алматыда динозаврлар пайда болсын, қашыңдар. Бетінде бірдеңе тұр, көресіз? Кетші бар, сыйлаған емес. Адам алдырып жерді ғой. Мә, көлігін әдемі екен, бір айналып көрейікші кәні. Дерскен матасын ұстап көрейікші. Матасы жұмсақ. Барахолкадан ағам ғой, брендовый. Бар ғой, көлік жындаған фигураңа саяған екенсің, көтерші. Қазаннан кешкейдің жұмыс деп аяғын ауыртпағансың. Карантинде далада не істеп жүрсіңдер, маскалерің қайда? Қандай маска? Бетке жағатын маска. Ағай, ұмыт кеттің, келе жол жақпенеш, хорошо? Жарайды.
Лучше келесі жол сен бір жерін қысып үйде отырсайшы. Не дедіңіз? Өзі тақпайды тағы маска. Сендер қалай сөйлеп отырсыңдар полиция офицерімен. Қара маска тағып тұрмын ғой. Бір жолата кешіре салыңыз, просто бүгін пробежкаға шыққанмын ғой. Жарайды. Сендер не үшін шықтыңдар? Әйелімді прогулкаға алып шығам, күн сайын алып шығам. Прогулка? Қуасың ба, Иттерді ғана прогулкаға шығаруға рұқсат берілген, әйелдерді шығаруға рұқсат берілмеген. Алып кетіңдер мыналарды. Айтсаңыз болды. Мыналарды алып кет. Не трогайте меня, иди отсюда. Стоять! Мен полиция офицерімін. И чё? Заңға бағынбасыңдар, сендер қазір обезьянке алып кетем. Мына әйел тексеріңдерші, температурасы бар ма? Қуасыңдар сендер конкретно, Өздеріңіз айттыңыздар ғой, тексеріңіздер, менде ештеңе жоқ. Айналып жатқан несі, в общем, кетіңдерші, құрыңдаршы. Надоелсіңдер уже. Ба моторист шақырған? Мен шақырдым. Давай, тез-тез ашыңыз капотыңызды. Менде уақыт жоқ, машиналар көп анақта, очередьпен тез-тез көріп тастайын. Жарайды, қазір. Ашып берейін. Кән тұрыңыз көрейін. Жалпы не проблема? Оталмай жүр машинам. Оталмай ма қазір көрейін. В общем, түсінікті көке әңгіме бола ғой. Неге машинаңыз оталмай тұр? Өйткені мотор істемейді. Мотор істеу керек, сол кезде машина оталады. Машина моторсыз оталмайды. Балам, не деп кеттің? Білем на мотордан екен. Именно қай жерін істеу керек? Айтсаш? Қазір бүкіл жерді көрейін. Сол кезде айтам, қай жер именно бұзылып қалған. В общем, моторыңызды шашып көрдім, жарамайды екен. Қалай жарамайды? Бір жер кетіп қалды конкретно. Не кетіп қалды? Спидометр кетіп қалды, в общем, істемейді. Қуасың ба? Спидометр не қатысы бар моторға? Білмесең айтсаш, білмеймін деп. Көке айтарым бар ғой, машинаны тез сатчеңіз, мотор өліп қалған. Не істеп жатсыңдар? Ай! Папа, байламайсыз ба? Иттің балдар не жатсыңдар, Не істейміз, папа? Комнаталарың бықсып кетті ғой, осып жата бересіңдер ма? Бар қорғашым жұмыстаңдар. Джонни, айтпақшы, аны Агласындағы Мадина бар ғой, сон номерін тауып алғансың ғой, сон звондағансың ғой, сон айтады, маған больше не звони дейді, прикинь. Сендер мен естіп тұрсыңдар ма, Бар, қораға шығып жұмыс істеңдер. Болмаса қазір жаңдарың шығарып алам қазір, тура түсіндіңдер ма? Жарайды, Мадина, не қыласың? Ана естідің ба? Соңғы қоңырауды отмент етіп тастапты екен ғой, прикинь, заңда сөйтіп. Қош, точно отмент етіп тастады ма? Уверенсің ба? Точно айтам, отмент етіп тастады. Блин, қызым. Тыңдамайсыңдар ғой? Жарайды. Твою мать, нахрен қапсыңдар, шығыңдар бар. Осы карантинде отыра беріп сендер бар ғой, вообще жалқау болып кететін болдыңдар ғой. Мастер-класс үйретіп жүремін. Көреміз. Мәс. Ай, Елена. Бер. Кел, жақында. Жақында, қорқпа. Мәс. Мен онда. Ай, шымай. Бер. Мәс. Не істеп атыңдар мен есігімді алдында? Құрындар бар, кетіңдер. Тура бар ғой, милиция шақырып кетіңдер. Да, ну шал, что, берега попутал, а? Брат, заснул за это, мәші, ста, жатқызып ұрайық, бұрынды бет қылдыранса, мән. Ай, болды, қойындар. Жіберіңдер дейм. Жүруге рұқсатың бар ма? Жоқ. Көтің боқ? Таза ауа демалғанға да рұқсат керек па? Көшеде, далада, немесе есіктің алдыңызда себепсіз таза ауа демалғаныңыз үшін алып кетеміз және 15 тәулікке отырғызамыз. Так мен майор полициямын. Бір күнге сұранып кеткен, маған ешқандай рұқсат қағаз ештеңе де керек емес. Если мен жібермесеңдер қазір Нурик досын шақырамын да барлықтарын тасталған шығарам. Заңның алда бәріміз бірдеміз. Майор болсаңыз да, генерал болсаңыз да. Бұлай көп адам тұруға болмайды. Таралыңдар, кетіңдер. Мен де кеттім. Таңдар анан. Ақылдысына өз. Маған бұлай тұруға болмайды, жұқ кетеді. Орнына қойыңдар анан. Жіберіңдер мен, маған жұқ кетсе сендер жауап бересіңдер ма? Уайымдама, жұқпайтын жерге апарамыз. 15 суткіге отырғызыңдар. Стамандар, жұқтырасыздар ма? Стама, жіберіңдер. Бүгін точно Камиланы сындырам. Сәлем, Камила, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы ғой, сол бізде де. Не ғой? Сұрайын деген кешке не план, Камила? Кешке дейін киімдерді жуып бітіру керек. Не онда көмектесейін, Ой, рахмет, Нурик. Кешке дейін бітіріп тастаймыз ғой, бір жаққа қыдырып шығайық. Нурик, братишка, қалайсың? Какими судьбами, что там біздің районда не істеп жүрсің? Жұмысқа тұрғансың ба не? Басқа жұмыс таппадың ба? Жоқ, братан, қайдағы жұмыс? Просто Камилаға көмектесейін деген ғой, заодно өзімдікіне жуып алайын деген. Красавчик, нағыз жігіттен осындай болу керек.
Осы менің сестренкам араларыңда бірдеңе бар ау деймін, Любовь Морковь деген. Ой, братан, қайдағы Любовь Морковь? Ойламай жүр дейсің ба? Біз вообще Камила екеуміз жараспаймыз да, түрлеріміз деген. Жарайды, кет қалма, қазір келем. Нурик, братишка, ақыры көмекке келдің. Менің де киімдерін жуасашы, а? Қол тимей жүреді. Жарайды, братан. Қанша шықты? 20 мың теңге. 20 мың теңге шыққан ба не, байымыз ғой? Менде идея бар, бірдеңе ашпадық па? Жақсы идея, бірақ не ашамыз? 20 мың теңгеміз жете ме оған? Жете ма дейсің ба? Бірдеңе ашу керек қой енді. Менде бір идея бар. Лучше сол 20 мың теңге менде тұра берсін. Жинап донерка ашып аламыз. Не үшін сенде 20 мың теңге тұрады? Лучше менде тұра берсін. Просто сен қолда ақша ұстай алмайсың, а мен болса қолда ақша ұстай аламын, жинаймын тағы. Жоқ, лучше менде тұра берсін, мен жинаймын. Жарайды, онда ештеңе ашпақ қойық, лучше сол 20 мың теңге бөлісіп алайық. Рас екен ғой, маған қанша рет айтты, лучше досыңмен бизнес ашпақ қой деп. Джонни, не деп кеттің, сен ғой ренжіп жатқан енді. Жарайды, қойшы, бәрі түсінбейсің, лучше 10 мың теңгеден бөлісіп алайық. Салтанат, сен осы точно байға тию керек, сол үшін походкаңды өзгерту керексің. Нұрик екеуміз үйретеміз, қорықпа, Салтанат, сол кезде жігіттердің бәрі сенікі бол. Резко бұрыласына көтеншіктер туда-суда лақтырасың, алдынан өтіп кетесің, и все. Көрдің бе, опаны, а то плотно отырып қалдың уже, тезірек байға тиіп кетіп қалсайшы. Оңай ғой, оңға солға жүресің болды. Ай! Ой, абаля, Салтанат, абаля, ничего, үйренесің, уайымдама, хорошо, как Джонни көрсетсің. Я көрсетем, қазір, қорықпа, былай смело жүрсейші, раз-два, аяғыңды лақтырып, раз-два, и резко бұрыласына, екі қолыңды иығыңа саласына, қайттан, раз-два, сол бірақ движение болды, өзіңді ашсайшы, смело жүре берсейші. Хорошо. Давай, жай жүр, ничего, үйренесің, сүйектерінде қатып қалған шығар уже, давай. Бірінші сол аяғыңды лақтырасың, екінші оң аяғыңды лақтырасың. Аха, о, молодец, давай. Теперь бұрыл, резко бұрыл. Давай, бұрыл. Давай, енді көтеншіктерді іске қоссай. Дұрыс, молодец. Осылай ма? Я, давай, кішкене қалды. Ай, молодец бар ғой. Ошыл, точно байға тиесің бар ғой сен. Жаным, қалаған затыңды ала бер. Не керек, бәрін сатып алып берем ғой. Көмектесейін ба? Рахмет, жаным. Бәрі жарасады ғой, жаным. Айттым ғой саған, красавицасың ғой. Кеш бір сүйіп алайыншы сен. Жүр, жаным. Жоқ, жүрмеймін, бармаймын ешқайда. Не үшін? Кәмпит пешене жеу үшін. Как раз ішінде кәмпит пешене бар. Жігіттерсіңдер бар ғой, құлқа лапшаны іле бересіңдер осы. Қайдан аласыңдар таусылмайтын лапшаны? Не ожидала от тебя такое? Ты просто не так меня поняла. А как тебя поняла? Просто далада көп жүрдік, сол ішке кіріп, дезинфекция жасау керек. Ты что считаешь меня дурой? Да нет, қайдағы дурасың, просто наивная. Стама мені, вообще стама мені, ауру шығарсың. Барасың ба? А? Сперва үйдегілермен танысу керексің, сырға салу керексің. Потом свадьба, потом барам. Свадьба? Қазір келем, күте тұр. Айналаң қайдағы свадьба, қайдағы сырға, тезірек Себастьян болу керек. Джонни!